Сәлем достар. Қалай жағдайларыңыз? Бүгін прямой эфирға шығайын ба деген едім. Мына екеуі далаға шығар деп жылап жатыр балдарым. Соны далаға шығайын деп, кішкене түрімді жөндейін, сәл өз-өзіме келейін деп түрімді жөндеп жатқанмын. Мынандай ғой, биби крем. Ойбай, ағып отыр оны. Биби крем ғой, корейский. Жақсы. Ойбай, қайда ақтың? Мен тональный жақпаймын, мүлдем тональный жақпаймын. Тональный ұнамайды маған. Либо пудра жағам просто, либо биби крем жағам. Өйткені бетін анандай точка, мочка, андайлар жоқ емес, көп емес. Жоқ. Просто жасын кигеннен кейін тональный көп жағуға болмайды. Өйткені мына әжім, пәжімдер білініп қалады да. Достар, прямой эфирға шығуым керек еді, сағат жинауым керек еді. Активность болмағаннан кейін де мен байқағаным тоқтап қалады екен. Жазылып жатқандар. 3000-ға жеткізе алмай кеттім. Қазір 2000 жарық қалай түсті? 2800 бір нәрсе 2873 подписчик бар, қателеспесем. 3000-ға тегі жете алмай кеттік. Тұрып боянам, өйткені балдарым бар ғой. Отырсаң вообще бояндырмайды. Боянбай шыға берем мен негізі, просто видеоға түсіріп жатқаннан кейін жарайды, боянып, әңгіме айтып, қайта уақыт тез өтеді деген ғой. Оның үстіне ертелеу, папасы келеді-ау деген уақытқа шықпасақ, мен жалғыз өзім кіргізе алмаймын бұларды үйге. Көтердіп тұрып алады, подъезден шықпаймыз деп. Балам ауырып қалды, 8 марттан кейін шығам ба деп ойлағам ғой. Балам итак ана азу тісі шығып жүрма бір нәрсе. Соны азу тісі шығып жүрма бір нәрсе. Міне, боялған, боялмаған. Итак, іші өте кішкене температура кеткен, қатты емес, бірақ обычно ондай болатын ғой. Сосын өткенде 8 мартқа туған күнге бардық қой, көрдіңіздер ғой. Сол туған күннен келгеннен кейін құлады ғой. Ана жерде жаңағы ана неде сатып тұратын бармен дей ма, не деймін, сол жерде тамақ сатып тұратындар, басқа біреулер сұрап кетті ғой. Шашы деген әдемі екен, орыс сияқты екен деп. Содан көз тиді ма, біріне оны қосылып кетті ма, бір нәрсе болды. Балам келді да басын көтере алмай қалды, бұл қысылып кетті. Вообще басын қорқып кетті қой. Сөйтіп жаңағы тезіреу күйеуім алды да неге кетті? Мешітке алып кетті. Мешітке апарып оқытып, мешіттен келгеннен кейін ұйықтады. Көзде бар ғой, көзде тиген ғой. Не болды? Не болды қызым? Берші, айып қоблар. Мән айып дейді. Көзде бар ғой, ұйықтады, сүтті да. Тұрғаннан кейін үйге кірдік, далада ұйықтаттық қой, таза ауада ұйықтасын деп. Сөйтіп, үйге кіріп, жылады қайтадан. Сөйтіп, мен салауатты оқыдым. Өзім де оқи берем ғой, Құранын өзім неғып дем сала берем ғой, просто сондай оқымайтын күн болып қалды да менде ше. Сонымен мешітке апардық. Бір жағынан ер кісінің де оқығаны жақсы ғой, әйелге қарағанда ше. Сөйтіп балам деген жылады, бір нәрсе қинап жатыр ғой жаңағы. Басымда мен неме тональный жүр, сары жеріма десем шашымның. Басым бәрі тональный ғой. Сөйтіп, короче, салауатты оқыдым, ішін оқалап, мына жерін асқазанның ішін бәрін оқалап салауатты оқыдым да. 3 рет оқыдым. Дем салып, Құдайдан сұрап ем, Алла жазылып кетсінші деп. Емін бер, шипасын бер деп. Сөйтіп едім, балам аузын көрсетті бүйтіп ше. Жүр, аузын жуайын ба, жүр деп. Неге апарған ем? Раквинаға енді бүйт ең кеткен ем. Лох етті, құсты. Көп құсты. В общем, сол
есіктен де шығып кетіп, анау ішінде запыран қысып тұрғандар. Дұрыс ана жерде тамақ дұрыс емес жеді ме білмеймін ғой енді. В общем, бәрі бір-біріне қабаттасып кетті ғой. Сөйтіп балам ауырып, ойнап жүгіріп жүрген бала жаман болып қалдық. Вес тастап кәдімгідей. Қолмен жаға саламын мен. Щетка бәрі бар міне. Кисточкаларым көп. Бірақ маған қолмен жаққан ұнайды. Қолмен жағам. Растушевкаға да қолмен жақсы да. Любой нені тәсіз, да, щеткамен тұрасың. Сосын барып істемегеніміз қамат. Дәрілердің неше түрін бердік. В общем, гранаттың қабығын қайнатсаң болады екен деп, гранатты қабығын емес, целиком дәнек-пәнегімен сала салдым. Қайнатып бердік. Именно ауырған кезде ішпей қалады ғой, әшінде жалмаңдап, маған бер деп. Дәрілердің бәрі татты ғой, баяғыдағыда емес қой, баяғыда бізге деген беретін аспирин, анальгин, парацетамол, соны бүйтіп езетінді қасыққа аузымызға құятын еді вообще дәріні. Қазір бәрі с клубникой, с этим деп. Со вкусом бір нәрсе деп тәтті ғой. Соны өзім де білмеймін, ішпей не қылады ғой. Бәрің балдарын сөйте ма? Сонымен әйтеуір дәрісін аузына құйып жатқызып алып, мұрын жауып қойып. Сөйтіп бердік қой, айтпесем деген. Жуып келесін астын, қайтадан жібереді. Ол памперс, жилет еткенде емес қой, просто жалко да баланы қайта оңай емес қой. Шөткен адамдар түсінеді ғой. Қазір көрсетейінші қандай дәрілер бергенімді. Мүмкін біреуге пайдасы тиіп қалар, я? Не істегенімізді. Оқыттық та, шоқыттық та бәрін істеттік қой, әйтеуір. Қазір көрсетем. Алып келдім, короче, дәрілерін көрсетем. Мынау Стоп Диар деген. Көрініп тұр ма? Балам қойсай. Стоп Диар деген дәрі берді, жақсы екен, міне нанша ғана қалды. Күйеуім де ішіп жатыр. Айтпақшы, күйеуіме де жұқты, инфекция екен бұл. Күйеуіме де жұқты. Одан кейін барып температура шыққанда ибуфен береміз. Бұл еще жақсы ғой, обезболивающий ибуфен барлық нәрсеге. Одан кейін мынандай травяной дәрі алдық. Мынау Стоп Диар деген 2800 ба 2700 ба сондай. Мынау 1000-нан асады, 1500-ның көлемінде. Бұл травяной. Айгөр көблан, балам. Бар, ана топ дейін әкелсен, ана топ дейін жатыр, бар әкел. Аяғына кіріп кетпесін, мен сырған елерін бәрін шашып тастаған аяққа. Мынау энтобан деген бұл да тоже ішті. Диареяға қарсы деп қойған ғой, общем. Мынау тетрациклинді несіне жақты артына шы, общем. Іші өте берсе де не қылады ғой. Ойылып кетеді ғой, сол көмектеседі, кәдімгідей оймайды вообще ше. Кішкене қызарса жағасын кет қалады. Қазір киеміз, тоқта балам. Қазір мен боянып алайын, кетеміз далаға. Мынау энтрожермина деген мынандай флаконда болады, пластмассовый. Вообще дәмі жоқ, су сияқты. Осыны бердік, тоже кишечниктің жұмысын жақсартады, очень сондай. Білмеймін, ана доктор Комаровский деген бар ғой, білетін шығарсыздар, сол айтады. Просто дәрі дегендер балдарда диарея болғанда, очень балдарға іш өткен кезде дәрінің бәрі ол ата-ананы успокаивать ету үшін, а так іштеме көмектеспейді, ол өтетін нәрсе өтеді деп жатыр да ше. Мүмкін ол да рас шығар, енді білмеймін ғой. Қазір мына не үшін алып десеңіздер. Тағам деп ағам ғой. Баяғыда бірде-бір рет таққан жоқпын. Хотя мынандай ғой. Орамаланы тағатындар болады ғой, сондайға орамалға нетіп, өткізіп тауға болады, украшение ретінде ше. Жатыр әйтеуір. Ма, салып қой ішіне, Айгөркем, аяқтарыңа кіреді. Сол не айтып жатқан деймін? Сол дәрілер, соларды бердік. Сол айтты, в общем, кім еді анау? Комаровский, доктор Комаровский. Әйелдер, ата-аналар өздерін успокаивать ету үшін береді деп ше. Ол өтетін нәрсе бір апта бола ма, 5 күн бола ма, әйтеуір өтеді сол уақыт, сол мерзім деп ше. Грипп та сондай емес пе?
Солай білмеймін ғой енді. Кішкене көмектессін дейсің да балдарға. Зарядкам бітіп қалған ғой. Өмір бітеді де тұрады. Солай достар. Сөйтіп есімізді енді жинап. Балам жақсарды. Шүкір Аллаға. Мынандай. Сен көргіз тұр ғой қача. Балам жақсарды. Аллаға шүкір жағдайы. Ештеңеге желанием болмайды ғой, бала ауырса. Бүкіл мен кетеді ғой, мазан кетеді ғой. Балам азып кетті. И так арғы вообще. Осындай инфекция жүріп атыр деп қойды. Жыл 12 ай жүреді ол инфекциясы. Балдар ауырмасын. Балапандарымыз ауырмасын. Стрелка сызбай-ақ қойшы. Стрелка деген бар ғой. Әжім сияқты көрсетеді екен. Бетінде. Білмеймін, әжім көп емес сияқты менде. Ана стрелканы сызсам, әжім құсатып көрсетеді. Нормально туш алу керек еді, туштың тұңғасаңыз. Тушым көп ананың ішінде ше. Бәрі ұнамайды. Оригинал емес ау, кажется. Алдап сатады ма? Мынау ғана нормально. Ол ескірдікі. Ескіріп кетті. Көпте боянбайтын болғам қазір ше. Бұрында қарқып боянбайтын просто. Жұмысқа шыққан екен кішкене сәл боянасың ғой. Үйде жүрсең вообще. Бала шағамыз ауырып, берекеміз қашып. Бауыржанға жұқты. Бауыржан үлкен адамға да жұғады екен. Ол да может уайымнан сөйтіп кеткен шығар, білмеймін ғой. Әйелі толғатқан кезде күйеуі де толғатады дейді осы. Может сондай баласын ауырғанын көріп, олдан да кетті ме? Қатты переживать етіп жүруге. Қайта сонда қалай деп. Жұмыс істеу керек, амал жоқ. Жұмыстан шақырып алып отырдым ғой бірақ. Кейде. Ау жан, қазір киеміз да топ дейінді. Далаға кетеміз, е? Кет, ал. Мына тұрыс қой, жоғаны. Ал. Айтайын. Сап қойсай, топ дейді, ішіне сап қой. Топ дейді ғой, аяқ киімді. Топи деген топ дейді. Білмеймін, осы боянған түрді өзгерте ме, өзгертпеймін, өзінше боянатамыз қайша. Енді жағамыз корректор. Корректорым байды. Бұл корректор айтайын ба? Бұл негізі пудра ғой. Қап-қара пудра да. Бұны маған иранец досымыз бар. Иранда тұрады, ой сақта тұрады. Сол әкеп берген. Бауыржанға бер жетті көп косметика. Шкаф шифонердің ішіне қойып қойғанмын. Телефонда видеосыңдар да. Деп жағасыңдар. Осында қап-қара болады ғой олар. Темный болады ғой. Қара емес, сондай. Индустар жүреді ғой, көргестер ғой. Сондай болады ғой, светтері. Ау жан, ол маған корректор болды да ше. Деп мына жерге жағасын. Сосын барып шекеге жағасын дейді. Көрсетемін ғой бір ретте мастер-класс ше. Ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Ұмытсаңдар айт, жазып тұрыңдар, қайтадан көрсетемін ғой. Ей, қырылма. Топ тиіне тимеші, қобылан. Ашылмайды ол. Ашылмайды, үзіп аласың десің. Мәні, мұрынды бейтесің ғой енді. Күшті мұрын болады да, үшін. Еще астына жағады. Осы ұмыт кетерім. Еще не жерге жағасың? Ерінің астына. Дейсің да?
Ал мынау карандаш. Тегі барам ғой, подводка алайын, румян алайын деп мына жерде бізде не бар? Сататын. Бүйтіп сызасың да бірінші. Дейсің да? Бүйтесің, помада ғой мынау. Карандаш помада ше. Деп жағасың ғой, короче. Алайын деп барсам, үнем болмайды, өтіп кетті, бүйтіп кетті деп тұрады. А мен бұлай алысқа баруға уақытым жоқ. Хотя заказ етсем болады, ша. Әкеп бере ба. Не, контур сызасың ғой, по-любому күшті болып қалады, басқаша болады. Мына қалым ғой. Қалмы. Ол қалды биттесін. Пудра жағылған ғой. Сәл бояп қоясың. Бит-битче. Міне. Ай, блин. Сосын барып хайлайтер жағамыз. Ой. Тоқтаңдаршы. Тоқтасай боянып алайын да шығамыз ғой. Ой, үндер өшпейді ғой, мен аяғым астында отырады. Өздері ойнамайды, ше. Видеода хайлайтер деген вообще светлый болу керек қой. Менікі светлый емес, барып мен білмеймін да ғой, косметика деген. Боянып көрмеген, түсінбеймін да, хайлайтер деген не екенін түсінбейтін басында. Кейін роликтер көріп хайлайтер деген не үшін керек білгесін ғой ше. Сөйтіп барып, оказывается, маған светлый, өзімнің тонымнан светлый керек екен. Менкімен бірдей ма сондай, или менкінен темный маған ғой. Ладно, блеск береді чуть-чуть. Мұны көрдіңіздер ма, мына жерге блеск береді. Бетін анадай свежий көрсетеді. Да, короче, зафиксировать етеміз енді. Зафиксируем пудрой. Деп анау қазақша сөйле дейтіндердің қанын ішінші. Бит кішкене. Қатты жылтырап кетеді да. Не ғой? Далаға шыққанда қатты жылтырағанында ұят болады енді. Тойға баратын болса. Так. Шақ-пақ. Уже нешінші абадок алдым. Мына екеуі алады да сындырып тастайды. Алады да. Ай, қоғлан қойшы. Мына абадогым ұнайды да, бір жерге шыққанда тағам. Анандай пластмассовый абадоктар алсам, мына екеуі сындырып тастайды. Қазір айғы қоғлан тақпаш. Мынаның крышкасын қайда қойдың? Менім. Ай, неға қойдың, пудра. Сол. Достар, міне. Әдем бұл кеткен жоқ ма? Чересшір. Далаға шығамыз үсті. Абадок ұнайды да маған таққан. Бұрыннан мен абадок тағам. Майда-майда шаштар шығып тұрады ғой, соны ұнамайды маған. Не айтайын дегенім, анау сотқа берген бәле бар ғой. Помада жақпаппын ғой ше. Сотқа берген адам бар ғой, жоқ болды сол күйде. Жоқ, исчез. Менттер білмеймін ғой, менен ақша сындырам деп ойлаған шығар. Менен ақша сындырам деп ойлаған ғой, бірақ сындырамай қалды да менен ақша. Мен өзім айттым оған. Мен де жазам деп. До конца барам деп. Мен айтқан шығар, ну и нафиг бұндай керек жоқ деп. Болмайтын нәрсеге не қылмай қойыншы деп. Болмайтын нәрсеге басты қатырмайын деп ойлаған шығар. Білестер ғой олар, ақша істегісі кеп тұрады. Қазірға ой алайды.
болды. Сөйтіп, мені звондамай қойды. Просто менен ақша істейін деп ойлаған ау деймін да. Мынауыңда бәлеқор екен құрысын деген ау деймін. Мен айттым, дәлелі бар ма десем. Қандай дәлел деп қойды, қандай дәлел? Мен сөйтіп жазғандарым жазбаша түрде бар ма дедім да. Сөйтсем, білмеймін, якобы бар деп айтты деп қойды. Так. Ана блеск помадам таппай қалдым. Мынандай салайық. Тең жаға саласың. Просто андай. Пухлый қылады деп қойды да. Ерін кішкентай қылсам. Солай. Та бір нәрсе айтайын деп тұрған ем, ұмытып кеттім. Айтпақшы. Дрел қосты, мына екеуі қорқа деді. Кел. Кел, жан. Кел. Әй, кет. Төбелесіп, қырылысып шықтық далаға. Екеуі тура бір нәрсе істейтін кезде бастайды ғой, бүкіл өнерлерін. Хан? Ей, привет деңдер. Лайк деңдер. Лайк. Жазылды. Лайк қойды. Лайк де. Пока-пока де. Папа. Любовь тебе. Пока. Жаным. Жақсы көріп кетесің да? Жылаған кезде жеп көріп кетесің, я, көркем. Қаяқ жедің ба мамада? Мама қайтып ұрды сен? Боқ деп ұрды ғой мамасы. Қайтырды мама? Сен не істедің? Боқ деп ұрды ғой. Сен дедің ба? Сен жыладың ба? Боқ деп ұрды ғой. Сен жыладың ба, көркем? Ай дедің ба? Депті ғой. Көтеріне бақ деп ұрдым ғой. Ой, Алла. Жүрем дейді үстіп. Жағаласып, аяғын астына, колясканың аяғын астына шалынып. Е? Ай, көркем, отырсай. Отырсай. Аяғы. Қасет тұрыр. Іштейм, кай. Үштеу, отырғыш қоям, кай. Жей. Наусы қорқақ. Мұшық көрсе отырып алады жүгір. Ай. Кеттік. Ал. Жолды ауыстырсам, папаға жүр дейді. Мына жаққа кіріп кеттік та тупикке. Ана жақта адам көп, машина дымылдап митчіп қойды. Нәйге оны жарады қолын сабағымын. Дала суық екен. Суық екен, е? Жаурадың ба? Қолын сабалды. Сұғаным. Жау отыр бейді. Үстері қалың бірақ. Үстерінде колготки бар. Әсірінде анандай начосы бар, триколары бар. Мен өзім жұқа кейін алған, мынау жұқа негізі ветровка сияқты. Білмеймін енді, қазір уже суып жатыр, қазір. Башы суып кететін шығар. Бауыржанға бу шығатыр аузымнан. Бауыржанға бара жатырмыз. Сағат 7 болды енді. Бұл сағат 8-де шығады ғой. Біз барғаннан келіп, жұмысынан қалдырамыз да. Сол кетіп бара жатырық. Дом. Алдымыздан жолмен. Осы жолмен кетеміз. Тыныш та, двордың іші тыныш. Қараңғы түсіп жатыр бізге. Бауыржанға барамыз, как всегда. Сонымен тамақ істеп қойғам кеше. Дымылямас деген кеше. Бір қазан қып. Сол жетеді. Помидор огурцы, бір нәрсе аламыз да қайтамыз ғой сонымен үйге. Құда қаласа. Бұл екеуімді шығармасаң страшно көтеді ғой. Біреулердің дворынан өтіп баратқанбыз ғой міне. Качеля кортта бітті ғой шаруа. Аңғарамның малы отыр. Біресе отырам дейді, біресе түсем дейді. Ана жақта новыйлары бар. Новый ана қоршалмаған опасный. Походу ескілері шиқылдап, пиқылдап.
бірақ нормально екен отырғанға. Сыға келе атырық. Сары мобил деп тұрған. Дұрыс айттың ба? Мына екеуі таниды ма, танымайды ма? Көрейінші. Жайлап өтіп көрейінші. Таниды ма? Түсем дейді. Бұл екеуі жердің түбіндегенін біледі. Маған былай айда деп отырады. Оны қа? Түсір дейді. Жүр баратырық қой енді. Былай айда, неге качеляға айда, папаға жүр. Сәл жолда ауыстырсаң, жылайды. Егерде түсен де отыр. Кімге келдік, а? Кімге келдік? Аяғы. Қазір түсірейін. Тоқтасай, құлайсың, тоқта. Бар папаң. Абайлап бар. Қарамай кетті үйде маған. Ей, лестницамен шық. Ой, бұзық. Кел. Бұлайшы. Қазір соттанан шығарай. Бар. Кел. Мына биік қой лестница. Қорқады, атак шыға береді ғой. Кел. Жүр. Бар. Здравствуйте. Кетті папасына. Еге, прямой кіріп бара тұрған бұлар. Үйрен қағым. Мен бүгінгі роликті аяқтайын. Жап-жап тұрады маған. Шылай қарай қойып. Осы мен бүгінгі роликті аяқтайын. Осы мен өйткені зарядым өлейін деп жатыр. Одан кейін зарядканы бастайын ба десем, әлі күн жақсы жылымай жатыр, бірде суық, бірде жылы. Бала шағам ауырып, сөйтіп кетті ғой. Зарядканы бастауым керекші. Кішкене 1-2 кило вес тастау керек болып тұр. Оның үстіне салбырағандардың бәрін жинап алу керек болып тұр. Сол Бауыржан жұмыстан келгеннен кейін бұларды далаға шығарып жіберіп 1 сағат жетеді ғой маған. Аптасына 3 күн 1 сағаттан жетеді. Қатты вес тастағым келіп тұрған жоқ. Осы весім ұнайды маған негізі. Жалпы ұнайды. Сол тағы не айтайын деген едім. Мына жақта адамдар келе жатыршы. Сол каналға жазылыңыздар, лайк қойып отырыңыздар, демеп қолдап отырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет көптен көп. 3000-ға жеткізсақ жақсы болар еді. 3000-ға жетіп қалды Құдай қаласа. 5000-ға жетсе, оны тойлайтын боламыз, айттым ғой. Солай. Достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше бәрі жақсы болсын. Төрт көзіміз түгел. Жақсы жолға, аман жолға. Сау болыңыздар.